Енді бұл жерде ең қызығы достар. Мынау емтихан, яғни экзамен тапсырамыз. Түсіндіңіз ба? Жаңағы ойнаған ойындарыңыз, яғни бір пара, бір вися, бір абой, бір пара абой. Яғни люраға дейін тоқтамай емтихан ғой бұл, емтихан тапсырасыздар. Бір вися, бір пара, бір абой, бір пара абой. Міне, тоқтамай бір-бірден ойнап, пара бойға дейін келді. Бұл енді жаңағы 9 түрлі реттік нөмірлі ойынды бір-бірден тоқтамай ойнайсыз. Міне, біріншісінде жеңілдік. Пара бойға дейін келесіз, тоқтамай. Соның кейін люра, беза, сидечка, жанжы. Ол төртеуінде тоқтамай ойнау керексіз. Яғни толық ойынды қорытындылап, экзаменін тапсырып, соның кейін барып екілік ойынға түсесіздер. Түсінікті ме? Люра, беза, сидечка. Міне, яғни тоқтамай, сидечка, тоқтамаймыз. Мен енді Құдайға шүкір жасымыз 60-қа таяп қалды. Ойнамағаныма 50 жыл болды. Сонда да мүмкіндігінше көрсетейін дегенім ғой. Соның кейін жаңағы сидешка и жанжа. Яғни қайталап көрсетейін. Люра, беза. Сидешка. Немесе жанжа, сидешка. Міне. Осыменен емтихан тапсырылды. Келесі ойынға ауысасыз. Яғни екілікті бастауға сіз рұқсат алдыңыз. Міне, бір екілік уже. Екіліктен бастайсыз. Бір пара, екі пара. Вися. Бір, екі вися. Көрдіңіз ба? Осылай келесі ойынға былайша айтқанда жолдама аласыз. Бір класстан бір классқа көшу туралы қол қойылды деген сөз ғой. Міне, жалпы ләңгі ойыны осындай ережеде ойналады достар. Ләңгі ойнаңыздар. Денсаулыққа да пайдалы, өзіңізге де пайдалы. Және үйден шықпаймыз. Үйден шығу мүмкін. Сондықтан мен достар айтайын дегенім, әрқашан өзіміздің құндылықтарымызды, өзіміздің дәстүрлерімізді, салт дәстүрлерімізді бәрін жасауға мүмкіндігіміз бар кезде жасайық. Өйткені онсыз да қазіргі таңда көп нәрсені ұмытып бара жатырмыз. Немесе басқа елдердің мәдениетіне ауысып жатырмыз. Сондықтан ең болмаса мынау қазақ арнамызды ашқан себебім де осы еді. Әйтеуір білгенімізді үйретсек па келесі ұрпаққа деп осы арнаны ашқанбыз. Ал енді достар, арнамыз ұнаса төмендегі сілтемеге өтіп, тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Және келесі видеода қандай дәстүрлі ойындарымызды ма, нені тамашалағыларыңыз келсе, оны да комментке жазып кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар, аман есен болыңыздар.